Сәлем достар, жақында менің туған күнім болып, менің ученицам маған осындай сыйлық жасаған болатын. Бұл линия дүкенінен подарочный сертификат. Және мен бұл дүкен және студияда жұмыс жасаймын. Сосын өзімнің виш-листіма осындай сыйлық алғым келеді деп салған болатынмын. Содан менің ученицам Ақжарқын осындай сыйлық сыйлады. Қазір осы сертификатқа алған заттарымды көрсеткім келіп тұр. Яғни кішкене мини-обзор болсын. Давайте бастайық. Мен бірінші рет осындай форматта түсіріп жатырмын. Яғни текст толығына көрініп тұрады. Заттарды ішінен алып көрейік. Мінекей осындай заттар. Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, қысқаша көрсетіп кетемін. Ең бірінші бұл осындай хайлайтер. Бұл жапондық Zebra деген фирманікі. Мен бұны бұрын қатты байқамайтын. Содан кейін соңғы кезде көп видеолардан көре бастадым осы хайлайтерді пайдаланып жатқанын. Содан кейін өзіме де алғым келіп жүрген. Және де мұнда ұнайтыны түстер өте эстетичный және пастельный түстер. Текстовыделительдер болады ғой. Түстері қатты яркий. Олар мысалы маған уже қатты ұнамайды вообще. Содан осындай жаңа хайлайтерлар алдым. Әрқайсымен жазып көргім келіп тұр. Хайлайтермен кітапқа да сызғым келеді. Сіздер сызасыздар ма? Әлде кітапқа жазғанды қаламайсыздар ма? Маған мынау екінші түс қатты ұнап тұр. Және де жасыл деп бәрі деп. Кітаптың үстіне сызғым келіп тұр. Цветтер қандай әдемі. YouTube'ға видео көп түсірмегендіктен кішкене сөйлеуге ұялып жатырмын. Сондықтан мені қолдап қойыңыздар. Келесі осындай Midori дәптерлері. Яғни бұның ішінде 3 дәптер бар. Әрқайсысы 48 беттен. Тіпті мынау упаковочная бумагасының өзі өте қолға приятный. Негізі бұл дәптерлерге қызығуымның бір себебі осы жақында корпоратив болған кезде біздің руководитель Бақыт бәрімізге осындай дәптерді сыйлаған болатын. Жаңа Midori'дің ол іші тор көздер. Бірақ мен негізі тор көздерді қатты жақсы көрмейтін. Бірақ осыған жазып көрген кезімде прям қағазы қатты ұнады маған. Жеңіл жазылады және де жұмсақ, қағаз өте жұмсақ және де прям гладкий жазылады. Содан кейін мен осыған жазып көргеннен кейін келесі блокнотты осыған ұқсас қылып алғым келді. Сондықтан да жаңағы форматтан кішкене үлкенірек A5 форматын таңдадым. Бұның іші бос, яғни без линовки, без ничего. Бұған мен өз ойларымды және де әр күнде не болғаны жайлы жазғым келеді. Менде ондай дәптерлерім бар. Тоже олар A5 форматта. Негізі маған осындай нүктелі блокноттар ұнайды. Сосын осы жолы ешнәрсесіз тек аппақ қағазға жазып көргім келді. Кішкене новый эксперимент. Қысқаша былай көрсетіп шығайын. Маған бұл жерлерде, яғни стикерлермен әрлеп, ары қарай өз ойларымды жазған ұнайды. Енді осыған жазып көреміз, қалай болады екенін. Негізі мен прям түзу жазамын деп айта алмаймын. Сондықтан да кішкене қорқыныш болып тұр, тек ақ бет болғандықтан. Ал жаңағы нүктелі блокнот болған кезде ол жақта енді кішкене разметка секілді болып тұрады. Сосын түзу жазғанға жақсы. Енді көреміз. Келесі бұл жапондық жаңағы Midori брендінің линейкасы.
мынаны қарасаңыздар, қандай әдемі, просто эстетика деп па. Көріп тұр ма? Цифралары және разметкалары гравировка арқылы жасалған. Сандардың дизайны өте әдемі. Және де бұл жерде жаңа сантиметр, миллиметр және микрометр да бар. Бұл сызған кезде өте ыңғайлы. Ника алюминийден жасалған, сондықтан ол өте прочный, және де майыспайды мүлде. Айтады ғой, можно прям всю жизнь использовать. Өмір бақи өміріңіздің соңына дейін жетеді деп па. Мына жағы алюминийден жасалады, мына ортасы ағаштан жасалған. Так, келесі бұл Sumi Ink, яғни каллиграфияға арналған туш. Шетелдік каллиграфтардан сида оқитын, самый күшті туш деген секілді. Содан кейін біздің дүкенде де пайда болды. Осыны қатты алғым келіп жүрген. Жазып көргім келіп тұр. Шынымен де туш күшті ғой, прям цветі четкий, қанық. Составы тоже прям идеальный. Туш гамма деген пайдаланатын, ол жерде кішкене бір плотный, кішкене қоюлау болып қалатын, а бұл жерде прям состав идеальный. Қатты сұйық емес, қатты қою да емес. В общем, советую. Midori брендінің ең басты ерекшелігін сіздерге айтпаппын ғой. Бұл блокноттарға перьевая ручка және де перомен жаза беруге болады. Сіздер оны басқа қағаздарға жазып көрген соң салыстырмалы түрде уже түсінетін боласыздар. Мысалы, қараңыздар, бұл жерде мүлдем растекация етіліп кетпейді. Прям идеальная бумага для каллиграфии и для перьевой ручки. Қараңыздар, арт жағына да қатты өтпейді. Прям perfect. Және жазған кезде өте гладко жазылады. Бүгінге осы обзорымыз аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Тағы да осындай видеолар қажет болса, жазып тұрыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, ойларыңыз өте маңызды. Және келесі кездескенше.